Бақшасына қарға кіреді, биыл өнім алалар мекен, Алла біледі. Ай берекет. Менің досым, мұрадым мейірлан. Үй, қой, мен сенімен қалай енді айтсам. Сен күліп тұрғанда мен жылап өттім. Астана Малталаштың төрімісің, кешегі қар өткелдің өңірісің. Бірігіп салған қала осы емес пе, берекелді 17 облысым. Шығысым алтын күміс асылдарын шығарды ғой жолыңа төгу үшін. Батысым мұнайының көбін берді, осындай зәулім қала соғу үшін. Солтүстік арпа бидай астық берді, қамбамыз қазынаға толу үшін. Оңтүстік құрылысшы маман берді, еңселі елордамды салу үшін. Ассалаумағалейкум асыл елім, мен үшін ең ірісің, ең ұлысың. Осы жылы әдейі бас жүлде алдым, осы алтын домбыраға келу үшін. Ерім деп төрлеріңе шығарсаңдар, елім деп сізге сәлем беру үшін. Айнадай жарқыраған Астанам-ау, көз дарбап бара жатыр көрінісің. Бүкіл қазақ балат даласы еңбек етіп, осы жерге жиып дау ел ырысын ай. Қарсыласым Құдайдың қалауындай, бүгінгі тақырыптың жауабындай. Еңбек елдің ырысы деген кезде, желбіретіп көрсетер жалауыңдай. Өйткені тақырыпқа дәл келіп тұр, түрі тура еңбектің адамындай. Қазір алып келгенде егістіктен, еңбек қорды көрмеппін тобамындай. Үйден емес қорадан іле салған шапаны қаптың қалың қанарындай. Сақалы жүгерінің шашағындай, ал мойыны бидайдың сабағындай. Бұны көрсем бір нәрсе елестейді, диқандардың керекті жарағындай. Үстіне ескі құсқы киім киген, нағыз шаруашылықтың маманындай. Аң мен құсты үркітіп тұру үшін, ағаштан жасап қойған қарауылдай ай. Мұрадым үсті басым кіршаң болды, 40-қа жетпей жатып бұл шал болды. Жұмыссыз жүргеніне біраз бопты, бұл неге мұндай күйге душар болды. Сен Оралда жүргенде жұмыс таппай, Шымкентте шаруа мыңсаң болды. Досымды оңтүстікке ап кетейін, ағайын шапалақтап ұрсаң болды. Үйдегілер редиска егіп жатыр, қайтеді біздің жаққа бұрсаң жолды. Айлығыңды төлейміз әжептеуір, тек қана айтқанымды қылсаң болды. Екі қолды көтеріп екі жаққа, поляның ортасында тұрсаң болды. Бисмиллаң өлең бастайым, бір екі үш деп мен
Астанам аманбысың экспо өткен. Тәліптердің өзі кеп бата беріп, Рим папысының өзі кеп крест еткен. Кім келіп, кім кетпеген сахна бұл, бізден бұрын Фабиан Лепс кеткен. Міне сол сахнаңа алтын домбыра, ақындар келді өткен эксперттен. Алтын домбыраны күзетпен әкеліпті, соны бір жасап кетердей гоп-стопмен. Сіздерге сөзден сыйқыр көрсетейін, көрмеген боларсыңдар Фокс көптен. Жүкеңсіз өтіп жатыр бір кем тұсы, бұл алтын домбыраның мечтеткен. Алдағы айтыстарға келіп қалар, жас жігіт қой аспаған 74-тен. Шіркін ай жүрсін Ерман 100-ге жетіп, шай ішіп отырсақ қой кекс тортпен. Әзірге көкемізді мазаламай, көпендер оу тұра тұрсын Несіпбекпен Нұрекең оу, сыртым өлең, ішім өлең, айтады әркім өлең тұсыменен. Полясына редискінің ап кетем деп, ерніңнің сәлем бердің ұшыменен. Қыс болғанда редискі еккенінес, көктемде екпей мекен кісі деген. Шымкентте туып сонда білмейсің бе, Маңғыстауда туылсаң түсінерем. Қарғалар маза бермей жатыр дейсің, олардың араласпайым ісінемен. Менімен алысуға көштің бенді, Құдайдың алысып боп құсыменен. Сен мені сағынбаған сияқтысың, жылқыдай үйрен іздеп кісінеген. Сағынсаң оу, айтасың ба сөйтіп енді, көргендей аларасың Гитлерді. Қарауыл қыламын деп егістікке, қинама жазығы жоқ бүйкінерді. Дәл солай қорлауға да болам екен қазіргі айтыстағы хитменді. Нұреке шыныменен досым болсаң, кісіге күлмей ақ қой үйтіп енді. Ақынында сыйларсың елдің сүйген, сыйласаң мынау қазақ дейтін елді. Мұрадым басым менен егістіктің басындаң оу, тұрмайтын шығарым бейтіп енді Жұмыс тауып берем деп жалаңдайсың, өтірік жағдайыма алаңдайсың. Поляда қарғаларды қағып тұрар, қызметші керек деп хабарлайсың. Айлық төлеп 10 адам жалдасаң да, қарғаларды үркітіп қағалмайсың. Қалтаңа ақшаң сыймай бара жатса, неге одан да теплица саба алмайсың? Кидің деп ескі құсқы тозған киім,
шекпенді үстімдегі жамандайсың. Сен менің шекпеніме тіл тигізбе, негейтіп келеке қып далаңдайсың. Бұл өзі 100 жыл болған көне шекпен, ешкімнің арқасына жаба алмайсың. Магазин түгіл мұндай шекпенді сен музейдің ішінен де таба алмайсың. Сатсаң да полный полярий дискіңді, бәрібір оу, мұны сатып ала алмайсың. Нұрекең оу, тыңда мені, тыма дептім. Сен биыл кеткенде де жүдә кеттің. Қостанайдағы айтыстан көлік үттің, ноп-новый айналмаған пробегдім. Соны апарып ауылың Шымкентке, тойлатып баш жүлдеңді жуа кеттің. Әкеңнің мерейтойын қосып жасап, той басында атаңа Құран оқтың. Шақырған соң құрметтеп сол тойыңа арнайы аттың басын бұра кеттім. Қонақтар тілек айтып жатты саған, сөздерінен мынаны ұға кеттім. Енді сен алтын домбыра ұтып әкел деп жатты жұрт, мен әрең шыдап оттым. Себебі қарсыласың мен едім ғой, сен күліп тұрғанда мен жылап оттым. Құдай, мына айтылған тілектердің ешқайсысын қабыл етпе деп сұрап оттым. Той қылып баталатын жағдайым жоқ, бажасы да емеспін Жұмабектің. Атанам дұғасынап, батасынап жолға шықтым, мұсылманның қаруы дұға деп тұрым. Ел саған алтын домбыра тіледі деп, келмейді орынымнан тұра кеткім. Мұрадым айтысат деп келіп отқан, сенімін ақтауым керек мына көптің. Сондықтан бүгін саған қиын болат, неше күн қиял қуып план еттің. Ойлаған нәрсең ылғи бола бермес, болатын болдың өзі құр әлектің. Жыртылмайтын жерінен жыртылатын, өмір деген қағазы туалеттің. Тіліңнен бір сүрініп бір құладың, бауырым неге сонша былбырадың? Өмір деген қағазы туалеттің дедің де биігіңнен құлдырадың. Өмір теңіз біз балық деп жырлаған бұрынғы бабаларды біл мұрадым. Ал мұның көз қарасы бір түрлікен дәреттен болып тұрау бір күмәнің. Жыртылмайтын жерінен жыртылат деп қағазды ойламаппын жырғыларын. Әй бірақ өз басынан өткен істі өлең қылып отырау жындыларың. Қағазы қапияда жыртылып қап, бірдеңе бүлдірген ау бұл мұрадым ай.
Тайпырмай адамдықтан жұрдайсың ғой, бірақ қарауылдыққа зыңдайсың ғой. Жаурағың келмей тұрау, жалғыз қалып тепелица сап бер деп ымдайсың ғой. Өзің қымбат болған мен сөзің арзан, 100 жылдық шапаныңды бұлдайсың ғой. Бұндай бөз әр поляның басында бар, Жамбылдан алғандай қып жырлайсың ғой. Өзіңді шақырып ем Шымкентке, мына бізге басыңды бұрмайсың ғой. Мұрадым басым менен тұрам ба деп, сөздің соңын тыңдамай зырлайсың ғой. Оралдан сонау сені алдырғанда, түк бермей құрметсіздік қылмайсың ғой. Басыңа бір каталог кигіземін, мұрадым басың менен тұрмайсың ғой. Ай, мұрадым неге әдеп сақтамайды, сөздерін неге дұрыс саптамайды. Қыстың күні егінді егеме деп, тамызып отырғандай отқамайды. Оңтүстікті Оралмен шатастырма, біздің жер дихандарға нақ қолайлы. 3 ай егіп 9 ай демалатын жалқаулықты біздің ел жақтамайды. Қараша редисканың сезоны ғой, айтпағанның өзінде мақта жайлы. Желтоқсанның өзінде жеміс жинап түгел жиған тергенін қап қорайды. Қаңтарда да қызанақ өсіреміз, огурцыға арнаймыз ақпан айды. Қысы жазы көкөніс келеме деп, бүкіл облыс жолыма көп қарайды. Сен айтқандай емес ой оңтүстігім, сенген елдің сенімін таптамайды. Еңбектің отаны ғой біздің Шымкент, егіні жыл 12 ай тоқтамайды. Тойыма келіп тұрып сауық құрған, алғысқа емес қарғысқа қарық қылған. Мынандай мұсылманды алғаш көрдім, жинаған сауабымды сауып тынған. Сол Құранға өзіңді шақырып ем, өнерде жолдасым деп жолықтырған. Сол кезде жұрттың бәрі тілек айтты, айтыста жүре бер деп шауып нұрлан. Ал сен болсаң теріс қарап отырыпсың, болмайды деп батасын дарыттырған. Сен күлгенде мен жылап отырдым деп, әңгімеңе болайын тауып тұрған. Бәсенеге көңілсіз болды десем, халықтың батасы екен қамықтырған. Суланған салфеткалар жатыр еді, сенің сораң екен ғой ағып тұрған. Аллаға мың қайтара шүкір еттім, мынандай пейіліңді таныттырған. Адамның қуанғанын көр алмайтын, ақылыңа болайын ауып тұрған. Арамызда бармағын бүгіп жүрген, арамза мол екен ғой барып тұрған. Құдайым жаққан кезде бағымды алғаш, осылай жасаушы мет бауыр жолдас. Барған жерде беретін теріс бата, дүмшөніңді жағдайы тәуір болмас. Мен бүгін жарқ етемін, ант етемін, аяқтан шал немесе тамырдан бас. Сол көлікті әкеме сыйлап келдім, сондықтан жолым бүгін ауыр болмас. Сенім менен әкемді салыстырса, жаратқан енді қалай әділ болмас. Әкеміздің дұғасын ап келгенде, әпендінің тілегі қабыл болмаса.
Тұрсыныбек жұмыстың әрқайсында түріңе қарап алмай таңдайсың ба? Қоғам үшін қатырған ештеңең жоқ, хитменмін деп өзіңді алдайсың ба? Халқың сені шынымен құрметтесе, өзіңде елге қызмет арнайсың ба? Мысалы Оралдағы вокзалыңда чапайып тұрғанына ұялмайсың ба? Чучеланың орнын менсінбесең, чапайыптың орнына бармайсың ба? Нұрекең оу, не десең де қош көрмедім, мұншалық болар меді бос белбеуің. Шапайыпқа тиістің айналып кеп, дегендей осы болар өшкен жерің. Соны бәрі бетіңе басты дейсің, сен олардан қолыңды кеш сермедің. Білмей жүрм сол чапайды не істерімді, білмей жүр басшыларда не істерлерін. Тек қана Чапайып бес біздер жақта бар емес пе шолықып пүшкендерім. Сол артта қосып бірге айтпадың ба, неліктен аруақтарды ескермедің? Классик ақын жазушылар келіп кеткен, Оралым әсем қалам өскен жерім. Біріңді бірің қазақ дос көр деген, сен мені қазағым деп дос көрмедің. Егерде досың көрсең, онда мені мазақтап, оу, өстермедің, гөй. Жұлқылап, оу, жағамыздан ала бермей, алдымен тыңда айып таға бермей. Өмір деген қағазы туалеттің, дегенді айтқан жүрсін ағам ер ғой. Мен айтсам сол кісінің сөзін айттым, Құдайым мына саған сана бергей. Үй, қой, мен сенімен қалай енді айтсам. Жүкең жырын білмесең дана көйдей. Ағаның өлеңдерін жаттап жүрсейш, айтыста бет алдыңа лаға бермей. Танымыңды кеңейтсеңші, кітап ашып, ақшамен, оу, бақшан ойлап, шаба бермей. Айтқан сөзім жүрсіндей ағамдікі, ағамда менде осынау замандығы. Киіміме тиісесің қайта, жақсыны кет емес қой жамандығы. Жамбылдың өз қолынан алмасам да, Жамбылдың оу, көзің көрген адамдікі. Дегендің оу, нұрлан, нәкәлігім. Мұрадымды болмай отыр атар оғың. Кәтәлік кигізем дейсің басымызға, не деген шатақ едің, қатал едің. Жалаң бас жүрсің өзің киіп алсайш,
керек ет сенің маған каталогың. Теріс бата тілесем тойға бармай, үйімде теріс қарап жатар едім. Әзілдеп айтып едім, сен болған соң айтыстың қоярмыз деп патологын. Ал сен оны серьезный қабылдайсың, той емес өткендей бір похороның. Қуаныш бола берсін шаңырағыңда, ешкімге тілемеймін атақ өлім. Папама бердің, сыйладым дейсің көлігімді, қызығын көрсін ендеше папаң оның. Мен де әкеме көлік ұтып сыйласам ғой, асырап баққан беріп макаронын. Әкем қатты қуанатын болар онда, көрмеппін қуанғанын датагоның. Жан жары анашымда мәз боладау, пісіріп ой, вупипай мен Наполеоның. Ұят деген оу, қысылғанда қыспас кімді. Ұялып нүкең ауыздымды күшті аштырды. Қыста да егін еге береміз дейд, түлкідей алдап кеткен үш қасқырды. Шымкентке қанша бардым мен, бірақта көрмедім овыш терген қыста ешкімді. Аяз ата қайтарсың Новый годта, біздерген оу айтып отқан ысқасқыңды. Сөз қалған оу Сәдуақас Ғылманидан, ұқпасқа айтқан сөз судай құмға құйған. Әзілге әзілменен жауап қатсайш, секілдің оу өзің аттас Нұрлан имам. Көз салсаң оу шекараңның сыртын елім, бұзылды дүниенің шырқы керім. Соғысып бір-бірімен жатыр қазір, үйреніп бейбіт елдер мылтық ебін. Бізге де етек жеңді жинау керек, жоғалтпай бақытыңның кілтін елім. Жеріңе көз алартып отқандар көп, бір күні тіс батыруы мүмкін елім. Сол кезде арқа сүйер кіміміз бар, баяғы күнің жоқ қой шіркін елім. Бір кезде сақтар болып күркіредің, бір кезде ғұндар болып дүркіредің. Содан соң түркі болып ту көтеріп, жалауын басқалардың жыртып едің. Түркілер атқа қонса білеміз біз, Европа есі кетіп үркігенін. Ол кезде бірге болған қырғыз, өзбек, Түркия, Азербайджан, түркіменім. Кеше түркі халықтарының саммит өтті, әлемнің ішке тартты жұрты демін. Ақш, Қытай, Ресей мен Франциялар болғанға ұқсайды ғой шырпыр елім. Басқалар басынуға жүрексінер, қайтадан біріксегер түркілерім.
түркілер біріксін деп тілер едім, берсегер оу мұрадымның бір тілегін. Сылтаурап оу бір-біріне таққан айып, әйтеуір сыртқы жаудан сақтанайық. Түбінде түркі жұрты бірікпекші, алдымен алақанды хаққа жайып. Астанасы Түркістан болады дейді, шынымен болып солай шаттанайық. Өйткені Түркістаным ер түріктің бесігі деген ғажап атқа лайық. Тұранның астанасы болып кетсе, қара шаңырақ бізде деп мақтанайық. Жан-жақтан жұрттың бәрі көшіп барад, біздерде осы бастан баптанайық. Нұрлан, сен Түркістаннан жер қарап қой. Шама келсе бір жер үй сап қарайық. 5 сотық жер болса да бірден етіп, арзан боп тұрған кезде ап қалайық. Айттым ғой бұл мұрадым, ақылдым ғой, жаңа сені өзімді шақырдым ғой. Саған ақша беремін деп отқанда, арзан жер ап қойшы деп қатырдың ғой. 5 сотық дегеніңіз не болады? 5 гектар жер дайындап жатырмын ғой. Басқалардан іздеме бөтен үлгі, өзіңде бар бірлігің өте құнды. Әлеуметтік желіде бөлінгенмен мен білемін бірігіп кетеріңді. Қысылтаяң уақыттар болған кезде сен ұмытып кетесің жек өмірді. Есіңде ме арысым жарылғанда, көрсеттің ғой бірлікке бекеміңді. Асарлатып бір ауыл салып тастап, мәртебең қайта көкке көтерілді. Есіңде ме мақтарал су алғанда, сен де жасқа толтырдың етегіңді. Маңғыстаудың жерінде жұт болғанда, көппен шөпке толтырдың мекенімді. Жамбылым жарылғанда осы халық жабылып жәрдеміне жете білді. Қостанай мен Абайды өрт шалғанда, отты өшіріп қаншама көке жүрді. Сол кезде дінің ұруың ұлттайттың ба, біріктіріп алдың ғой бөтеніңді. Бейбіт күнде бірлік жоқ дей береміз, мысал қылып шіріген шетеліңді. Қай жерде кім қиналса кеп тұрасың, арқалап азық түлік шекеріңді. Басқа түскен сынақтар көрсетті ғой, басқалттан өте биік екеніңді. Жүрейік біз бірге қағып қос қанат, мұрадым мен Нұрлан мәңгі дос болады. Орал менен Шымқаланың арасы біз секілді жігіттерге басталады. Менің досым мұрадым мейірлан, қалмай тұғын садақа жиыннан. Мәртебең биіктеп осы аламанда, жүлдеңді ал досым ау бұйырған. Қазақстан Ақбесік аймағым, ал Астана айдыным айбарым.
көк аспанда қалықтап қыраным, желбіресін биікте байрағым. Менің елім егемен еңселі, менің жерім жұмақтың бөлшегі, берекем мен бірліктің отаны, мәңгілікке сүйіп өтем мен сені. Менің елім дарасың данасың, мәпелеген біздердей баласын, төлінірді шығарған төріне, көріскенше ақ жүрек алашын. Отқанай оу, кетіп саған шатырымның, қажеті қанша басты қатырудың. 5 гектар жер берем деп Түркістанға керек жоқ қарауыл ғып шақырудың. Сұраған жерді берсең жетіп жатыр, орнын сосын облыс әкіміңнің. Басында досым деп ән салмаған соң, соңында неге керек кәпірудің. Досың мен дұшпаныңды айыра біл, мен сенің бөтен емес жақыныңмын. Сен дегенде жүрегім пішна-пішна, бірісің ең сүйікті ақынымның. Сүйікті ақынымсың бір жағынан оу, құрдасысың қатынымның. Мың шүкір оу, етем осы күнімізге, үйретті пайғамбарым мұны бізге. Тыныштық ұялайды даламызға, дұрыстық болса егерде дінімізде. Бір-біріңді сыртыңнан ғайбаттамай, дініміз деп айтады білім ізде. Көзімізге көкпеңбек дақ түспейді, қара дақ түспес егер тілімізге. Інілер құрмет қылып ағамызға, ағалар ізет қылсын інімізге. Біздерді сырттан келіп жау алмайды, біріміз қорған болсақ бірімізге. Дамыған мемлекет бола алмаймыз, бөлінсек кіші орта ұлы жүзге. Бір ауызды болмаса барлық қазақ, алауыздық жетеді түбімізге. Өлген соң бөлек-бөлек қаламыз ғой, сыйласы бол қалайықшы тірімізде. Інілердің болып жүрсің қорғаны, білеміз сені ақын болғалы. Дұғай сәлем айтып баршы біздерден, ағайынға оңтүстіктегі ордалы. Нұрлан досым мақтайды мені, тастап жауға сатпайды мені. Анау мұнау есіктеріңді біздің Нұрлан қақпай кіреді, артын ашып жаппай жүреді. Біздің Нұрлан алда жүреді, бақшасына қарға кіреді. Биыл өнім алалар мекен, Алла біледі. Ай бәрекелді, рахмет. Бұл айтысты бастаған Нұрлан Есенқұловтың ұпайы Қазылар алқасы. Көтеріңіздер. 2-9 қалғаны 10. Мұрадымның ұпайын беріңіздер, мейірланып. 2-9 қалғаны 11 дей.